Саламатсыздарма, құрметті студенттер. Бүгін бізде төртінші дәрісімізді бастаймыз. Төртінші дәрістің тақырыбы Adobe Animate бағдарламасында мәтінмен жұмыс және қаріптермен жұмыс. Adobe Animate бұл интерактивті медиа және анимация жасау үшін арналған күшті бағдарламалардың бірі болып табылады. Мәтін мен қаріптермен жұмыс бұл бағдарламаның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Біз осы курста Adobe Animate'та мәтінді қалай тиімді пайдалануға болатынын, қаріптерді қалай таңдап, орнатып, стильдеуге болатынын толық қарастыратын боламыз. Мәтінмен жұмыс кезіндегі негізгі құралдар. Негізгі құралдарға тоқталып өтетін болсақ, олардың бірі Text Tool. Adobe Animate'тің негізгі мәтін құралы. Бұл құрал арқылы стейджге мәтін енгізуге, өңдеуге және форматтауға болады. Text Tool'ды белсендіру үшін Tools панелінен T таңбасын басыңыз немесе T пернесін қолданыңыз. Dynamic Text бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде өзгеруі мүмкін мәтін түрі. Бұл әдетте ActionScript коды арқылы басқарылады. Пайдаланушы интерфейсі ойындар мен интерактивті қосымшаларда кеңінен қолданылады. Static Text өзгермейтін тұрақты мәтін түрі. Жарнамалық баннерлер, заставкалар мен декоративті элементтер үшін тамаша таңдау. Файл өлшемін азайтуға көмектеседі және жылдам жүктеледі. Input Text пайдаланушы енгізуі мүмкін мәтін түрі, формалар, іздеу жолақтары, чат жүйелері үшін қолданылады. Пайдаланушы интерактивтілігін қамтамасыз ететін маңызды элементтердің бірі. Мәтіннің анимацияға әсері зор. Дұрыс пайдаланылған мәтін контенті түсінікті етіп, көрерменді тартып, жобаның кәсіби көрінісін қамтамасыз етеді. Қаріптерді таңдау және орнату. Adobe Animate'те қаріптерді таңдау процесі жобаңыздың көркемдік келбетін қалыптастыратын маңызды кезең. Properties, яғни свойства панелінен Chapters операциясын таңдап, қаріптер тізімінен керек болған қаріпті таңдай аласыз. Жүйелік қаріптер, компьютерде орнатылған қаріптер тез жүктеледі және тұрақты. Барлық платформаларда қолжетімді емес. Arial, Times New Roman, Helvetica сияқты. Google Fonts интеграциясы. Мыңнан аста тегін сапалы қаріптер бар, веб стандарттарына сай, автоматты жаңартулар бар, әртүрлі тілдерді қолдануға мүмкіндік болады. Қаріптерді жобаға қосу үшін бірнеше тәсіл бар. Жүйелік қаріптерді тікелей пайдалану, Google Fonts арқылы веб қаріптерін қосу немесе арнайы қаріп файлдарын импорттау. Google Fonts пайдалану артықшылықтары. Ашық кодты лицензиялай аламыз, жылдам жүктей аламыз, бірыңғай көрініс көре аламыз. Оларға толығырақ тоқталатын болсақ, яғни Google Fonts толықтай тегін және ашық кодты. Кез келген жобада коммерциялық мақсатта да еркін пайдалана аласыз. Лицензия шектеулері жоқ, қосымша төлемдер қажет емес. Google'дың SDN желісі арқылы қаріптер өте жылдам жүктеледі. Кэштеу жүйесі арқасында пайдаланушылар тез жеткізеді. Оңтайландырылған файл форматтары жүктеу уақытын қысқартады. Барлық құрылғы мен браузерлерде бірдей көрінеді. Кросс-платформалық үйлесімділік кепілдендірілген. Мобильді құрылғылар мен десктоп компьютерлерде бірдей сапа. Adobe Animate'та Google Fonts'ты пайдалану үшін Chapters панелінде Add Web Fonts батырмасын басыңыз. Бұл сізге мыңдаған сапалы қаріпке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қаріптерді баптау және стильдеу. Мәтіннің көрнекілігі мен тиімділігі дұрыс баптауға байланысты. Adobe Animate мәтінді стильдеу үшін кең мүмкіндіктер ұсынады. Олардың негізгі параметрлері, яғни қаріптің өлшемі 8 pt-дан 96 pt-ға дейін.
Түстері кодтармен белгіленеді, аралықтары жаңағы әріптер мен жолдар арасында ерекшеленеді. Қалыңдығын өзіміз қалағанымызша, өзіміздің таңдау бойынша таңдай аласыздар. Арнайы эффектілері бар, сонымен яғни көлеңкені, контурды, градиентті бұрмалай аламыз. Мәтіннің анимациядағы рөлі зор, ол ақпаратты жеткізіп қана қоймай, көркемділік, құндылықты жасайды. Дұрыс стильделген мәтін жобаның кәсіби деңгейін көрсетеді. Мәтінді анимациялау әдістері. Frame by frame анимациясы. Әрбір кадрда мәтінді қолмен өзгерту арқылы жасалатын анимация ең дәл бақылау мүмкіндігін береді, бірақ көп уақыт алады. Күрделі эффектілер мен арнайы стильдер үшін тамаша анимацияның түрі. Motion twin басталу және аяқталу нүктелерін белгілеп, бағдарлама автоматты түрде аралық кадрларды жасайды. Жылжыту, масштабтау, айналдыру үшін тиімді уақытты үнемдейді. Интерактивті мәтін пайдаланушы әрекеттеріне жауап беретін мәтін Action Script немесе JavaScript арқылы басқарылады. Батырмалар, менюлер интерактивті элементтер үшін қолданылады. Анимацияның түрін таңдау жобаның мақсатына және бөлінген уақытқа байланысты. Қарапайым анимациялар үшін Motion Twin жеткілікті, ал күрделі эффектілер үшін Frame by frame әдісін пайдаланған жөн. Мәтін мен қаріптерді импорттау. Adobe Animate басқа Adobe бағдарламаларымен және сыртқы файлдармен жақсы интеграцияланады. Мұны мәтін мен графиканы импорттау кезінде байқауға болады. Photoshop файлдарынан импорт. PSD файлдарын импорттау кезінде мәтін қабаттары сақталады. Text layers редакциялауға болатын күйде қалады. Стильдер мен эффектілер де импортталады. Қабат құрылымы сақталады. Векторлық мәтін қалпында қалады. Қаріптер автоматты анықталады. Стильдер мен эффектілер сақталады. Иллюстратор файлдарынан импорт. Adobe Illustrator файлдарынан мәтінді импорттау кезінде векторлық сапа толықтай сақталады. Қаріптер мен стильдер де дәл солай көшіріледі. PNG, JPEG суреттері. Мәтіні бар растрлық кескіндер импортталады, бірақ мәтінді редакциялау мүмкін емес болады. Тек сурет ретінде сақталады. CFG файлдары. Векторлық мәтін сақталады және кейін редакциялауға болады. Сапа жоғалмайды, масштабталады. Практика жүзінде мысал келтіріп өтетін болсақ, Google Fonts арқылы қазақша мәтіндерді қосуға мүмкіндік бар, яғни қазақша әріптерді. Қазақ тілінде жобалар жасау кезінде дұрыс қаріп таңдау маңызды. Google Fonts'та қазақ тілін қолдайтын көптеген қаріптер бар. Мысалы, HTML5 Canvas құжат ашу, яғни осы жаңадан құжат ашамыз, немесе бұрынғы жұмыс жасап отырған құжатымызды қайтадан ашуға болады. Бұл формат веб қаріптерін толық қолдайды. Келесі жасайтын қадамымыз бұл Text Tool'ды таңдап, Properties панелінде Add Web Fonts батырмасын тауып басамыз. Google Fonts каталогы ашылады сол кезде бізге. Әрі қарай Circles скриптті қолдайтын қаріптерді іздеп табамыз. Бұнда Roboto, OpenSense, NoteSense сияқты қаріптер қазақ қаріптерін жақсы қолдайды. Яғни осы шрифттарды таңдап аламыз. Қаріпті арғарай жасайтын қадамымыз ол қаріпті жобаға қосу. Таңдаған қаріпті Use this font батырмасы арқылы жобаға қосамыз. Қаріп жүктеліп қолжетімді болады. Келесі жасалатын қадам ол қазақша мәтінді енгізу. Қосылған қаріпті пайдаланып, қазақша мәтін енгіземіз, әріптердің дұрыс көрсетілуін тексереміз.
ең маңыздысы есімізде сақтау керегі қазақ тілінің әріптерінің әліпбиіндегі әріптерінің дұрыс көрсетілуін міндетті түрде тексеруіміз керек. Ары қарай қателіктер мен шешімдерге жұмыс жасаймыз. Қаріп жүктелмеу проблемасы. Қаріп табылмады қатесі кезінде интернет байланысын тексеруіміз керек. Google Fonts серверіне қол жеткізу керек. Прокси немесе firewall кедергісі жасауы мүмкін. Мәтіннің бұрмалануы да мүмкін. Анимация кезінде мәтін бұрмаланса, anti-alias for animation опциясын қосып қоюымыз қажет. Сонымен қатар use device fonts операциясын өшіріп қоюымыз керек. Осы қаріптермен жұмыс кезінде жиі кездесетін қателіктердің бірі кодтаудың пайдалануы, веб қаріптердің дұрыс енгізілуі, әртүрлі браузерлерді тестілеуіміз керек. Қаріп саны файл өлшеміне әсер ететінін есте сақтауымыз керек. Осы бойынша жобада 2-3 қаріптен артық пайдаланбағанымыз жөн. Қаріп өлшемін дұрыс таңдауымыз қажет. Контрастты түстерді қолдануымыз қажет. Мәтіннің оқылымдылығын тексеруіміз қажет болады. Қорытындылай келе, мәтін мен қаріптер арқылы шығармашылық мүмкіндіктерін тоқталып өтейік. Adobe Animate-та мәтін мен қаріптерді тиімді пайдалану бұл өнер және техникалық үйлесім. Дұрыс таңдалған қаріп пен сауатты анимация жобамызды кәсіби деңгейге жеткізетінін естен шығармауымыз керек. Негізгі принциптері бұлар қарапайымдылық пен функционалдылықты ұстануымыз керек. Мәтіннің оқылымдылығын бірінші орынға қоюымыз қажет. Анимацияны орынды пайдалануымыз керек. Әртүрлі құрылғыларда тестілеуді ұмытпауымыз қажет. Сапаны арттыру мақсатында Google Fonts'ты белсенді пайдалануымыз қажет. Қазақ тілінің ерекшеліктерін есепке алуымыз керек. Визуалды иерархия жасауымыз қажет. Түстер мен контрастты дұрыс қолдануымыз қажет. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.